Ертұрлы мені күтпеген сияқты, есікті аша бере таңдана тұрып қалды. Үйге кір деуді де ұмытқандай. Хал нешік, бауырым? Дедім жайбарақат. Ол менің аузымнан шыққан арақ иісінен тыжырынса да, онысын сездірмегенсіп, бойын жиып ала қойды. Бір іске батыл, бекем бел буып келсем де, осы жерде еркіндігімнен айырыла бастағандаймын. Хал жақсы ғой. Тек осыны білмекке келмеген боларсың. Көрдің бе? Өзі шоқтастап жібергенін? Көп сандалбайыңның бірі шығар деп тұр. Өлер бала молаға қарай жүгірер деген осы әне. Ішке кір. Бөтен басқа адам жоқ. Өзіміз. Ол үстіндегі пижаманың өңірін түзеткенсіп, түймелеп жатыр. Осы сәт есік ашқалы кеткен баласының кідіргенінен секемденген ананың төргі бөлмеден наразы үні естілді. Уа, Ертұрлы жанау, есікті жапсаңшы. Азынап кетті ғой. Қазір, апа. Ал, иә. Осылай тұрамыз ба? Сен мына 7 түнде өздігіңнен сұраусыз шығаласың ба? Иә. Қайда? Менімен бірге боласың. Өлмейсің. Оның жүзі сәл қуқыл тарта қалды. Тынысы жиілей түсіп барып басылды. Әдемі қара көзінде өткір ұшқын ойнап өтті. Өлем деп өзімде ойламаймын. Мысқылдай езу тартты. Естімеген жандай үнсізбін. Ода мұнан әрі қиқар жауап қатқан жоқ. Үйге ештеңе айтпай шығайын ба? Бұрын не, шыққан кіргеніңе есеп беруші ме ең? Мезгілсіз уақытта қайда барасың деп сұрап қалуы мүмкін ғой дегенім еді де. Мейлі. Сонымен үйге кірмейсің бе? Иә. Ертұрлы жан, есікті неге жаппайсың? Аңырап кетті ғой, апасының дауысы тағы естілді. Бұл жолы өзі есікті жаппақ сияқты. Ахлап, ухлеп тұрып жатқаны да аңдалады. Қазір, апа. Барар жеріміз алыс па? Жұмысқа қалай барушы ең дедім оның сұрауын естімегендей. Мен білгеннен бері жұмысқа пижаммен шыққанымды көргем жоқ. Соңғы күндері бір жаңа сән тапасаң. Ол төмен қарап үнсіз тұрып қалып барып, менің тура тұмсығымның алдынан сарт еткізе есікті жауып жіберді. Зығырданым мұндай қайнамас. Қарай көр. Ертұрлы үйден тез шықты. Үстінде жұқа, сұр велвет. Күн аса суық болмағанмен түн әжептәуір салқынды. Үндеген жоқ. Маған бәрібір емес пе? Жалаң аяқ неге жүрмейді тіпті? О, несі-ай. Тек ертеңгі жұмыстан кешікпейік деді ол ауылдан ұзап, үлкен жолға түскесін. Үндемедім, Ақсайдың көпіріне бұрылғанда тағы да тыныш отырмай қақтығып тиісті. Достарыңа апарып мені біраз тәртіпке шақырмақсың. Міне көпірге де кеп қалдық. Машинаны тоқтатып, жерге түстім. Ертұрлы әлі әжуалап жүр. Батыстың бір киноларында осылайша 2 адам машинамен иен даладағы көпірге келетін. Сырласатын. Содан бірі екіншісін атып тастап, шым-шытырық күйге түсетін. Жетті, Ертұрлы. Сен айтқандай мен Сапар мен Сарсеннің құйыршығы болғанмен. Әлі өз намысымды қорғарлық күйдемін дедім жанына кеп. Ол мізбақпай төс қалтасынан фильтрлі сигарет алып тұтатты да, 2 сорып түтінін бетіме жіберді. Мен жақтан шапалақпен тартып кеп қалдым. Шылым езуінен ұшып кеткен, шоғы күміс теңгеліктей шашылып жатыр. Өзің жөндеуге алмақ екенсің ғой. Малай дегенім намысыңа тиді ме? Мә, малайдың қарымы, ал. Оң қолыммен шықшыттан бір қойдым. Жалп ете түсті. Тәлтіректеп орнынан қайта тұрды. Аузы басы қарала боп шыға келді. Басындағы кепкасы анадай ұшып кетті. Онысын көтеріп алған жоқ. Үстінде қақпады. Малай болмасаң бүйтпес едің. Мен сенімен төбелеспейім. Болашақ күйеу баласың ғой. Мүмкін сонан да. Жоқ. Сен оны бұл жерге араластырма. Сұмпайы. Сен оның садағасы кет. Иә, сүйем Ләйләні. Сүйем. Қазір анау мұрнымды бет қып берем. Сонсын сүйерсің. Сол қолыммен іштен бір нұқып, еңкейе қалғанда тұмсықтан салдым. Ертұрлы қолы ербеңдей шалқалай барып ұшып түсті. Қандай ит жанды еді. Тағы тұрып келе жатыр. Иә. Сүйем. Білдің бе? Сүйем. Мен сен емеспін ғой, сорлы Дидар. Ұрсайшы. Қатынсың. Ал ұр.
Тұр, қолыңды қақпадым. Ұр. Дүниеде зығырданыңды қайнатқан адамыңның қарсы ласпай осылай тұрып алғаннан жаман не бар? Жігерің құм болады екен. Адасқаныңды мойындағың келмейді. Сен белгісіз қыстақтарға құрастырмалы екі үйдің есік терезесін апардың. Мен оны білем. Директордың ұлықсатымен. Мен шофермін. Тасушы ғанамын. Алдама, Дидар, өзіңді. Оны сен тексермейсің. Сәрсеннің қолында қағаз бар. Жалған өтірік қағаз. Сені алдап жүр. Сен оған сенесің. Құйыршық. Мә, саған құйыршық үшін. Ер тұрлы шалқалай түсіп бойын жиып алды. Ұр. Тағы да. Мен сені ұрмай-ақ сабап тұрмын, ит. Сенің үйіңе сапармен Сәрсен шиферді тектен-тек түсірді деймісің. Ол өздерінікі. Сандал. Ол совхоздікі. Сенің сатқындығына берілген ауыз бастыр. Сапармен Сәрсенге бұрын қатты сенетінсің. Үйіңе тегін шифер түсіріп кеткелі сезіктенетінді шығардың. Әйтсе де әлі бір оларға қарсы келгенің жоқ. Өйткені сол өзің ойлағандай ауыз бастырық боп шығама деп қауіптенесің. Ия, қорқасың. Араққа ден қойып жүргенің де сонан. Мен білмейді дейсің, Ауылға соңғы соққанда апаңмен ренжісіп, неге алып қалдың? Қайдан білесің неге ұрындырайын деп жүргенін деп тілге келгенсің. Онан әрі міне сұрқың ауыз жаласып мені соққыға жығып тұрғаның? Кім айтты саған апаммен тілге келгенімді? Немене сенің көріпкелің бар ма еді? Кім деймін ай? Ләйлә ма? Айтамысың, жоқ па? Айтпайым. Бар. Тарт арақты. Ауыз жалас. Ертең олар саған мынаны иіскетіп кетсін. Ол бармағын шығарып, мұрнымның астына келді. Жирене қолын қағып жібердім. О, сорлы. Неге ұрмайсың? Әлде аузыңа құм құйылды ма? Солай ма? Соқыр неме? Тұра тұр, әлі көресіңді көресің. Жетті. Құдайыңнан да қорқар жайым жоқ. Сәрсеннен қорқып келмедің бе? Өтірік деші. Ұсқыныңа болайын. Түріңе қарасайшы онан да. Сөзге бұрма, қорқақ неме ер тұрлы төс қалтасынан сигарет шығарды. Шырпының жарығы көнтиіп ісіп кеткен үстіңгі ернін, мұрнын, көк ала болған көз алдын шарпып, лып етіп сөніп қалды. Тағы да айтам. Ескі досым деп айтам. Адаспа, Дидар. Адаспа. Қосақ арасында босқа өліп кетіп жүрме. Сен қорқытпа деймін мені. Алдағанға сене беретін баланы тапқан екенсің. Қорқатын дәнеме жоқ. Мен ұры емеспін. Ал сен сияқты сырттай жылтыраққа қарындасымды тәлкектете алмаймын. Ұқтың ба? Ләйліге келуіңді қоймасаң аяғыңды сындырам. Жұрттың бәрін өзіңе қарап таразлама, Дидар. Жетті. Ескерттім, сақ бол. Бұрылып жүре бердім. Ер тұрлы көлеңдеп көпірдің жақтауына сүйеніп тұп. Совхозға дейін 12 шақырым. Жүр. Осы тойғаныңмен үйіне жеткізіп салайын, бала. Құйыршықтың қасына отырмайтын едім. Жүре бер. Оңбағанның. Тілін тартпауын қарашы. Хал ендеше солай. Қоңыр самал терезеден соғып тұр. Жүйткіп келем. Машинаның жарығы жол үсті қараңғылықты сыпырып, қосаяқтың өзін қақпақылша қағып ойнайды. Ақ құйрықтары әр жерден бір қылт етіп, енді басамай дегенде жол жиегіне жалт беріп, қара көлеңке тұңғиыққа сүңгіп кетеді. Қандай жүйрік, шапшаң еді. Қайдан шыға келетінін аңдамайсың. Әне көрдің бе? Қылаңдауын. Самаладай шамдары жарқырап совхозда көрінді. Бірде оңымнан, бірде солымнан шығып, қарсы шауып келеді. Анау шеткі үйде Дариға тұратын көрінеді. Бұрынғы жалғыз басты ветеринардікі ғой. Қызыл бұрышты нанша жейді дейтін ел оны. Шамы сөндірулі ме? Жоқ. Ол көршілес үй. Дариғаныкінде шам бар. Не істеп отыр екен? Маған қатты ренішті. Білем. Тәйір-ай, қайда кетермін дейсің? Тулап-тулап қоясың ғой әлі ақ. Шынында. Ер тұрлы айтқандай мен олардың қол шоқпары емеспін бе? Анау еркеге, Жүсіп қартқа мені ызғыштырып, айдап салмай, Дариға екеуміздің арамызға от тастайды. Ер тұрлының жазығы не? Ол сүйетіндігін жасырған жоқ.
қасқайып қарсы келе алатынын танытты. Иә, мен емес, ол сабаған. Тағы да таяқ жедім. Сәрсен мен Сапар достығы өзгеше. Сыбайластар достығы. Тоқта, мені Ертұрлыға айдап салғанда, Дариғаны менен шошындырғанда не тапты? Ызақорланып ішіп кетсін, біздерге кіріптар болсын дейме? Сапар үйіндегі әр жиһаз, мүлікте біреудің маңдай тері, адал еңбегі бар-ау. Соған мен де ортақтас болғанымда. Жоқ жалған. Күні бүгінгі дейін осыны неге ойламадым? Адал жанын арамдап, жазықсыз жазғырдым әй. Иә, Дариға енді кешірмейді. Машинаны үйдің сыртына, мал қораға тұмсығын тірей тоқтаттым. Сапарлар ұйықтамапты. Есікті ақырын ашып ішке ендім. Ауызғы бөлмеде жүрген апай мені көріп қуанып қалды. Ымдап шақырып жатыр. Дидар жанау, қайдан келдің? Сені екеуі іздеп кеп отыр. Арақтары таусылып қалды ма білмеймін деді сыбырлап. Оның қажеті не? Ішудей-ақ іштік қой. Мүлде таусыла қойған жоқ. Басталмаған бір шыны алдарында тұр ғой. Соған бола іздеген шығар деп өзім айтам. Мүмкін. Бара ғой, Дидаржан, бірден кіріп бармай аяғымды мысықша басып, есік аузына келдім. Өздері де әбден мас болған шығар, манадан ішіп отырса. Даладан келгенімді кіме, бір түрлі айығып кеткендеймін. Отыңды берші, бұл Сәрсен шырпының шырт етіп шағылғаны естілді. Дидарыңды қой деп едім, болдың ба? Ол оңбаған, әлі дұрыс дәнеңе біліп жүрген жоқ. Анық көзі жетсе, бәрін білдіруі мүмкін. Сонау Сарыөзекке апарып тастаған 3 куба метр ағаштан өзгесі 5 саусақтың саласындай белгілі оған. Анау есікті жапсаң қайтеді. Мен тұрған есікті айтады. Сәл ығыса түстім. Апамнан өзге жан жоқ. Айта бер. Шылымның түтіні шықсын деп отырмын. Соны айтам-ау. Оны бейтаныс шофер жеткізіп тастады. Біз тым еркінбіз. Өз басым Дидарыңа сенбейім. Ол нағұрыс өртейді әлі. Әй, сен Ақсайдағы 5 қап цементті кімге алдыртайын деп отырсың, ол болмаса? Айтшы, кімге? Сен не, қазір келсе сол барат деп сенемсің? О, шошқа-ау. Иә. О жағынан қам жеме. Ол менің шаруам. Ретін табам ғой. Мынау директордың бұйрығы еді десең бітті. Желді есет. Тақи болмаса үйіне түсіргеніміз анадағы шифр, соны көлденең тартамыз. Дағдырласпыз, бауырым дейміз. Ох, ит-ай. Қара мыналарды. Көз алдыма жыламсыраған Ләйлә, бермеймін шифрды. Әкеліп бергенді лақтырып тастар жайым жоқ деп тұрған апам келе қалды. Адастың. Адаспа дейді, олармен жарыса Ертұрлы. Ой, қуай. Мен оны ойламаппын. О, шошқай. Құдай біледі, тауып кеттің сен. Кәне, енді алуға болады. Әй, бұ неге кешікті, деген Сәрсеннің жуан даусы бәрін көміп кеткендей болды. Сыртқы есікті ашып қайта жаптым да, ботинкаммен еденді тарсылдата шешіне бастадым. Келді ғой. Иә, сол. Әй, мына тастай қараңғы түнде қайда жоғалып кеттің? Дариғаға ма? Десіп жатыр. Күлімсіреген болдым. Үнсіз шешініп төрге шықтым. Түсің қашып отыр ғой. Бірдеңе бүлдіріп келген жоқпысың? Сапар үрейлі. Бетіме қаймыға, тайқақси қарайды. Қорықпа. Жоқ, неге қорқайын? Өлтірмедің бе? Кімді? Төбелесіп келген сияқтысың. Сонысын айтам да. Жоқ. Бопты онда. Кәне, мақтап жүреді екенсің. Ендеше мынаны алып жіберейік. Сапаш. Әй, Сапаш, сен өзі түк көрмейді екенсің ғой. Мынау ит біреуді ақшамен таласып балшыққа ұнатып келген бе, қалай? Сен төбелес дейсің деп Сәрсен дарақлана қарқылдай күлді. Қолына қара, қолына. Мен де күлген боп жүріп, ауыз үйге шығып қолымды жуып қайттым. Өзі кім-ай? О, нақұрыс. Қутыңдауын. Жә, шал болды енді. Кәне, кеттік. Жүрегім қайта-қайта қобалжып, бір-екі лықсытып барып басылды. Тыжырына қиналыспен іштім. Сапашау, мынауың ақырып тұр деп Сәрсенде аяқтағы тоңазыған етке бас қойып жатыр. Дидар мықты. 3 рөмкеге дейін аузына нәр алмайды.
Сом балғадай жұдырығын иіскейді, бітті шаруа. Әй, шал, көзге мақтама. Бәрібір ішкізбеймін. Қарашы сөзін, Сапаш, ішкізбеймін дейді ай. Шал дейді, сен сияқты, аңдаймысың. Жігіттер, біраз отырдық. Қанша ішсек те Сапардың арағының мұрты қисаятын түрі жоқ. Ұлықсат етсеңіздер таң қысқа. Мен ауылға соғып қайтайын дедім, екеуіне өтінішпен алма кезек қарап. Оның дұрыс қой, Дидар. Бір саған тіреліп тұрған шаруа бар еді. Сапар да амалсыздық білдіріп, сәл үнсіз қалды. Жүзінде қимастықтың, шарасыздықтың ізі. Ойланып отыр. О, не? Өзің білетін директордың бұйрығымен жеткізілген Ақсайдағы 5 қап цементті біздің үйдің қорасына келіп түсіре тұру керек болып тұр. Неге? Дедім таңданғансып. Үндемей қалсам Сапар секемденуі мүмкін ғой. Әрі бұл жерде қарсы сұрақ қоймауым оларды күдіктендіруі хақ. Сәрсеннің көзі жылт етіп, бір сәтке ғана Сапармен тілдесіп өткендей болды, тайқып кетті. Оны мен аңдамағансып жанымнан шылым шығардым. Асықпай тұтатып жатырмын. Директордың да бір ойлағаны бар да. Бекташ жеткізіп тастайды ғой, бір келгенде деп өткен сенбіде айтып еді. Құдай ұрғанда сол жаңа есіме түсіп отырған, иә, айтпақтайын. Қағаз сұрап едім. 5 қап цемент әкелуге де лұқсат қағаз керек пе? Ол не деген формализм деп өзімді ұялтты. Шынында ерсекен сіздердікі. О шошқалар-ай, деді Сәрсен дүрілдеп. Бір есептен Дидардікі де дұрыс. Автоинспекция ұстаса дәлел керек қой. Сенің ола біләңа сенеме праваңды сыпырып алады. Қайдам. Директор тапсырған шаруасын орындағанды тәуір көретін адам ба дейім. Мана өздерің де байқаған шығарсыздар. Иә, айтпақтайын, осы директор өткенде бір трактористі сөгіп тастады. Байғұс бала қызарғанда кірерге жер таппады. Өзі 2-ші бригададан ау дейім. Ұзын сөздің қысқасы, сонымен не бастарыңды ауыртайын. Әлгіге директор орталыққа келген бригадирі арқылы бір іс тапсырады. Өзі де шамалы шаруа болса керек. Тез орындап тастап, совхозға келгенде директорға жырғып айтады ғой. Ал директор туласын. Не? Аттап аяғыңды қия басқаныңның бәріне орден сұраймысың? Кім үшін істеп жүрсің? Совхоз үшін. Халқымыз үшін емес пе деп жеді-ай дейсің. Жақсы. Мен кеттім. Сапар сөзін бөлгенімді жақтырмай қалды. Қорықпа. Директордан сұрап, ұрлығыңды ашпаймын. Бәрі де белгілі болды. Тек андағы адамың қарауыл ма еді? Иә. Сол берсе. Берет, жиенің айтты десең болды. Сені көрді де ғой. Сапар қайта жайраңдап қалды. Жолың болсын, Дидар. Ал әзірше. Сәрсен күдірейіп, сенімсіздеу қарап тұр. Жол үсті әрі-сәрі ойдамын. Үйдегі шиферді қазір барып тиеймін де совхоздың қоймасына тапсырам. Өзім жоқта Сәрсенмен Сапар әкеп тастапты. Апам ақша берсе алмапты. Мен де өздеріндей жігітпін. Әншейін дүниенің маған қажеті жоқ. Қайыршы емеспін. Мені үйтіп жолдастарым қорламасын деп директорға арыз етем. Ар жағын өздері тексере жатар. Онда анау үйдің бөлшектері, цемент қайда қалады? Аурухана. Балалар бақшасын салуға кетерліктей дүние жасырын қалмақ па? Біле тұра айтпағаным орлық емес пе? Білмедім десем ше. Бірақ мен білем ғой. Көзім оған жетті ғой. Ер түрлі сезігімді ашып бермеді ме? Ол әлі сол жерде ме екен? Естедім мен. Қорқақпын. Иә, басымды. Өзімді ғана арашалау. Мен әлекпін. Үлкен жолдан шығып, ескі сүрлеумен Ақсай көпіріне қарай салдым машинаны. Кедір бұдыр жазық дала. Безгегі ұстағандай машина дірілдеп келеді. Жоқ. Жетті енді. Шатасуым жетті. Ер түрлі менің келгеніме таңданбады. Қазір барып Сапар айтқан қыстақтағы адамнан 5 қап цементті үйге соғып шиферді тиіп совхозға апарып қоймаға түсіретінімді білдіргенімде де үндеген жоқ. Бетіме сұрлана ұзақ қарап тұрды да, көзімнің отын жарқ еткізе шапалақпен тартып жіберді. Мен қол қатпадым. Тағы да ұр дедім. Осы да жетер. Келгеніңнің өзі ұрлығаның. Ер түрлі машинаға бет алды. Жүр. Оңбаған.
Сары қағаз қапқа салынған цементті сапардың кісісі оңай бере қойды. Өзі де құтыла алмай қипақтап отыр екен. Маған ақша жіберермін деп еді. Сіздерден ештеңе демеді ме? Деді. Жоқ. Түрлі тістене айтты. Апам ренжіп қалды. Мен алдыма келген ырсымды тепкен адам болдым, ол үшін Ләйлә қатты қуанды. Түрліні төңіректей береді. Жиі күрсініп қояды. Маған ала көзімен қарайды. Қыз деген әне сол. Қойманың күзетшісін қайттық, Дидар. Ол мынауымызды маңына да жуытпайды ғой, деді Түрлі ауыл оты көрінісімен. Көшенің қақ ортасына аудара саламыз да. Әзіліңді қойшы. Не де болса күзетшіні азғырып көндірмей іс бітпейді. Машина ұшып келе жатқандай. Жылдамдық көрсеткіші дірілдей 70-ке жетіп, жолдың бұрылыс бұралаңында сырғып 60-қа түседі. Шіркін, оқтай түзу жол болса ғой. Аңыратып бір жөнелетін. Күзетшіні неге көндіреміз? Оған да жалыну керек пе? Директорға соқпаймыз ба? Дедім, Түрлінің не ойлап отырғанын білмесем де. Соққанымыз дұрыс қой, тек уақытымыз көтерсе. Оны оятып мән-жайды түсіндіру керек. Иә, кешігеміз. Таң да жақын. Өзің білесің, әлі Ақсайға соғатынымыз бар. Сәрсендердің сені жоқтайтын кезі де жақын. Сұмпайының жапырайып отырсын. Түрлі үлкен қызыл күрең темір қақпалы, айналасы тасаула қойманың алдында нар өркештене қорбиып отырған күзетшіні меңзеді. Бір айыр шіріген шөптей сиқын. Машина фарының жарығы ауыл шетіндегі сұрғылт қақыраларды сипай сырғып кеп жаңағы. Түрлі айтқандай күзетшіге түскен, әлгі жыбырлап тіріле бастады. Қалың күпінің арасынан басынан бұрын қылтиып, әуелі құс мылтықтың ұшы көрінді. Қойманың қарауылы, тоқта. Әйтпесе атам деп тікті кетіп тұр. Ұлықсат қағазың қайда? Құрал жабдық қабылдайтын қоймашы жоқ. Өзі кеп алсын. Мен күзетші ғанамын дейді. Түрлі сабыр ет деп оңашалай сөйлеспе, түсінді ме? Жоқ, әлде қазіргі жайымыздың еш оғаштығын көрмеді ме? Бергі жағына қойыңдар. Бұрыннан бар есептегі дүниямен араласып кетпесін деп қорбаңдап жүріп қойманың қақпасын ашты. Манадан сұқақтатып атам-атамдаған құс атарын аулаға сүйеп қойды. Осы қазір ала салып көтер қолынды деп өзіне тарпа бас салсаң да білер емес. Әй шөпір, неғып тұрсың? Кірсеңші. Екеулеп шиферді, цементті тез түсірдік. Енді міне тер басқалы шылым шегіп тұрмыз. Таң қараңғысы да жақын сияқты, желкем, салқындық сезіледі. Әлі Ақсайдың қырлығындағы қыстауға соғып құрастырмалы үйдің терезе, есігін, жақтауларын, цементін алып қайту керек. Жарық түспей жеткізбесе болмайды. Қыстақтағы адам маған тегінен тегін берсе жақсы. Бермесе ше. Түрліні директорға жіберіп қайда келулерін айтып өзім жалғыз кетсем бе? Ондағы адам әрине құтылғанша асық. Дегенмен де сақтықсыз қиын шығар. Көнбесе. Жығып байлап тастаңын. Оған дейін Түрлілар да жетер. Түрлі. Иә. Сен директорға соғып ілестіре кел. Қазір қал. Мен жалғыз жүре берейін. Заң орнының бір адамын ала. Келсеңдер тіпті жақсы. Маған бермегендей бола ма? Ың-шыңсыз әкетуге әрине тырысам ғой. Достым, олардан емес сенен қауіптенем. Сақ бол, Дидар, қатестеп жүрме деді. Түрлі менің оңайлықпен қоймасымды білгенсін. Ол кетісімен машинаны от алдырып, қойманың ауласынан шығардым. Әй, шөпір, сен осы анау бәкен. Марқұм Бектастың баласы емеспісің? Деп күзетші даурықты. Қап, мынаның жеті түнде саңғырлауын-ай. Мылжыңдасып тұрмақ ау шамасы, а? Иә, солмын. Басқа сұрағыңыз бар ма, ақсақал? Асығыс едім. Жоқ. Шылымым таусылып қап, бір тартымға зәру боп отырғаным. Өзіңде жоқ па еді, шырақ? Неге болмасын бар? Мә, алыңыз. Папиросымды қорабымен ұстата салдым, бір талдап беріп жатайын ба? Бәрін ала берейін бе? Ала беріңіз. Үйде шылымы түспегір жетерлік ау. Сол құрымағырды ұмытып кетпеймін бе? Машинаны қыздыра түсіп жүрмек болғам, күзетші қарт жүзіме таңдана қарап. Оу, балам. Бұл не асығыстық айнала? Жаңа.
Сіздердің алдарыңда сәрсен малғұн тасқаяқтай қағыстырып жынданып жүреді. Машина іздейме. Сені де сұрады. Сен қақпасын көруші ең. Сүмірейіп отырғаннан басқа дейді. Не дедің? Әкеңді. Деп едім, сытты. Әйтпегенде ме? Құдай біледі, қарт сөзін тыңдап тұра беруге енді шыдамым жетпеді. Өзі де ұзыннан шұбақ, білетін түрі жоқ. Қызып алса, онан әрі тоқтатудың қиындыққа түсетінін білем ғой. Ал жақсы. Мен кеттім деп тарта жөнелдім. Үлкен жолға түскенше қарттың сені де сұрады деген сұрасын құлағымнан кетпей қойды. Сұрасын, онда тұрған не бар? Іздегенде. Неге? Сапардыкіне оралатын уақ болды. Қайда жүр дейді ғой. Секемшілін-ай. Мынау не? Жол үстінде қарауытып жатқаны. Машинаның ескі балоны екен ғой. Ой, осы газ машинасы-ай. Қандай жүрдек, жеп-жеңіл ең. Тоқта. Мені сұрағаны несі? Онда қайттым. Міне, мынау қыстауға баратын сүрлеу. Бұл бір ғаламат ыстық түн болды-ау. Терлепте кеттім бе, қалай? Қыстауда жарық жоқ. Әр бұрышынан сояу-сояу ағаштың ұшы шығып тұр. Өзін бейне бір жиырла қалған кірпекен дерсің. Иненің жасуындай терезесін айта. Ішінен өртеніп жатса да, оның жарығы далаға түсуі екі талай шығар. Шамды сөндіріп, іште мені күтіп отырса ше. Кім? Сәрсен бе? Мүмкін Сапар. Қойшы соларды. Басымды қатырып нем бар? Көріп алдым, Сәрсеннен келген көрді. Машинаның басын жолға қарата бұра тоқтаттым. Отын сөндірмей қойдым. Үйдің есігін қағып едім. Ешкім іштен дыбыс бермеді, естімегеніме. Бір жаққа қыдырыстап кетпесе игі еді. Терезенің тұсына келдім. Аяғыңа жармасып, шабаланып қалмайтын бір сары қандені болатын. О да көрінбейді. Қора жақтан күрт-күрт сиырдың күйіс қайырғаны, шөптің сылдыры естіледі. Қайдағы сиыр? Сиыры бар ма еді? Түйе. Түйесі екен ғой. Терезені түсірлете үсті-үстіне қаққам, біреудің іштен ағараңдаған басы көрінді де жоқ боп кетті. Сәлден кейін терезе шынысы бозаң тартты. Іште шам жағылғаны ғой, тірі аруақтай ағараңдап, ол есік алдында тәлтиіп тұр. Кімсің? Бейуақта неғып жүрген жансың? Деді. Сәрсен бригадир жіберіп еді, әлгі аруақ мұнан кейін үнсіз қалды. Сып беріп үйге кіріп кеткен. Іле-шала қайта шықты да, құлдыраңдай үйдің жанындағы қораға тартты. Сонан ол мен цементпен есік, терезе жақтауын машинаға салып алғанымша бір ауыз тіл қатпады. Қара күшке мықты екен. 50 килограмдық екі қапты екі қолтығына қысып жортақтай жөнелді. Өзі де қыпықтап әзер отырған екенде. Тек жүрер жерде. Шырақ. Шырақ. Сәрсен маған ештеңе беріп жібермеді ме? Нетіп бұлай? Құр қоймаспын деген ет, деді шыдамай. Жоқ, ертең өзі келеді. Сонда келмесе. Маған ештеңе айтпады ғой. Мейлі. Нетіп бұлай? Бәрі бірда. Бір күннің әрісі не, берісі не? Нетіп бұлай ұмытып барама дегенім еді. Нетіп ішімнен мысқылдай күліп жүріп кеттім. Ақсайдың көпіріне дейін жол қысқартқалы ескі сүрлеуге түстім. Бойыма қанат біткендей ұшыртып келем. Терезені ашып та тастадым. Лақылдай соққан таңғы самал көңіл кірбіңін жуып кеткендей, маңдай терім кеуіп, сергіп қалдым. Мектеп бітірген жылы ұшқыш болсам деп армандамап па едім. Онан бері 2 жыл өтті. Іссіз өтті ойбай-ау, алдағы сайда су бар ғой. Оны қайттым. Қайраң болса жақсы. Әйтпесе батып жатсам. Қой тәуекел етуге болмас, кейін қайту керек. Қап. Таңда сібірлеп қалды. Сонау көрінген қара қоңыздай машинада мен сияқты асығып келеді-ау. Үлкен жолға кеп түскенімде, ода бір бүйірден қосылды. Номері біздің совхоздікі. Шоферін аңдай алмадым. Ғажап. Әлгі не озбайды, не қалмайды. Көз ұшында бұландай Ақсайдың көпірі де көрінді. Дала түнімен көз ілмей, енді ғана тыныстап, бусанып жатқандай. Ақкіреукеленіп тұр. Әр жерде шық жылтырайды. Ауа алғалды, бір түрлі жабысқақ ауыр. Әлгінде шымыр сияқты емес пе еді?
Машина қорабының салдыр-салдыр ете қалғаны көңілімді тағы да бөліп кетті. Бұл иттің баласы неге қалмайды? Көпірдің үстінен де өстіп қатарласа өтпек пе? Кабина терезесінен басымды сұғып жіберіп, «Уа, өтсейші!» дедім айқайлап. Әлгі жауап қатқан жоқ. Дені дұрыс емес шығар. Жылдамдықты күрт төмендетіп жіберіп едім, мұны ол күтпеген екен. Қатарласа қалды. Өй, сәрсен ғой. Рульге қонып алған. Тауық балапанына шүйілген қырғи сияқты. Отырысы сөкет. Рульді сығымдай түскен саусақтары да бір сәт жыртқыштың тырнағы екен дерсің. Ол тағы да кейіншектей берді. Бұнан қайырым күтуге болмас. Көпірде жақындап қалыпты. Ұшып келе жатқандай. Енді түсінікті. Ол мағанда баяғы көпірден машинасымен аударылатын жігіттің аяғын құштырма. Бола қояр ма екен? Бір бүйірден жанай соқпақ қой. Тоқта. Жүгім жеңіл. Соқса кетеді. Машинамды ұшырта жөнедім. Сонда да құтыла алмадым. Өкшелеп келеді. Не істеу керек? Иә, бұл жолы да ізі жоғалады. Мен де арақ ішкенмін. Мастықтан құлаған болам. Жоқ. Не істеу керек? Иә. Солай. Тек солай құтылуға болады. Көпірге жақындағанда жолына өте шығу керек. Адам өліп бара жатқанда бүткіл өмірі көз алдынан өтеді деген бар. Әрине, оның жолы әрі. Менің қазіргі күйім. Жоқ. Кабина тұсынан соға алмайды. Көкпаршының аты үстіндегі адам қалай қарай ауса да ара салмақты сақтайды ғой. Сол сияқты шоферде еркінен тыс жалт беріп, өзі отырған жақтан соқтырмайды. Ол не де болса алдыңғы дөңгелекті көздей. Көпір талай жауыздық пен махаббаттың өткелі болған куәгері. Адам ақылды, дана. Адам ұлы. Өмірде өзіне кішкене ғана көпір салып алып, еш жер таппағандай соның үстінде зұлымдығында істейді ау. Күнәкер болмайынша, адам, сен оны жаныңдағы көршіңмен сырлас, мұңдастық қатынас үшін салдың. Әйтпесе, дүниедегі ең абзал, тәтті сезім күшімен сен өткел тастадың. Оның өткел дейтін өткелде емес. Әкеңнен жасырып, не көрші ұстахана қорасынан, сен суырып әкеткен жалғыз ақ тақта еді. Ол кезде оның күні ертең көпір боларын әрине білген жоқ. Осы мен не деп отырмын? Дидар, бауырым сақ бол. Бас. 60 аз. 70. Артыма қарамаймын. Әрекетімді біліп қалуы мүмкін. Қашқан адам жалтақ. Оны да біледі. Оха. Үзілдім. 75. Көпірдің шетіде. Жер сілкінгенде ғана осылай болатын шығар. Шоршып түстімде рульден айырылып қалдым. Көзімнің оты жарқ етті. Ұрды ау, Құлап барам ба? Жоқ. Тұруым керек. Руль қайда? Міне. Шыр айнала береді ғой. Не болды? Валы сынған шығар. Қазір құлайым. Құламаймын. Тормоз. Ұстамайды, секіру керек. Жоқ, машинамен бірге. Басым зеңгіп, екі шекем солқ-солқ етеді. Неге құладым? Құламадым. Айдалаға лағып барам ғой. Отын сөндіру. Сөнді. Көз алдым қарауытып барады. Жылымшы бірдеңе ерніме тиді. Бұл не? Қан ғой. Қайдағы қан? Маңдайым дызылдап ашиды. Анау. Шоғырланғандар кім? Сәрсеннің де машинасы тоқтапты ғой. Маған қарай жүгіріп келе ме? Кімдер?